Бала күнінен сурет салуға құштар Тоғжан Шамбет бүгінде қалалық көркем сурет лицейінің 4-ші сыныбын тәмамдап отыр. Осы уақыт аралығында ол 30-ға жуық картина салыпты. Бояуларды сөйлете білетін оқушы болашақта танымал суретші болуды армандайды. Әр туындысының тарихи маңызы мен мағынасы тым тереңде. Көптеген әдістерді үйрендім. Осы әдістердің маған ұнаған бірі ол гуаш әдісі. Сонымен қатар, осы гуаш әдісімен мен қорытынды жұмысымды жасадым. Екі қорытынды жұмысымды жасадым. Бірінші суретімнің аты Сүлейменнің хаты, ал екіншісі алқаның пайда болуы. Алқа туралы аңызды иллюстрация ретінде көрсеткім келді. Аңызды таңдаған себебім, аңыз халық ауыз әдебиетінің бір түрі. Ел аузында сақталып келген белгілі бір қызықты, тарихи және қиялмен байланысты оқиғалар. Сонымен қатар, мен бұл аңызды өзімнің сүйікті авторымның Отбасы хрестоматиясының баспагері Санжар Керімбайдың «Салт дәстүр сөйлейді, әлдеден эпосқа дейін» деген кітаптарынан алдым. Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың 100 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған көрмеге қалалық көркем сурет лицейінің 200-ге жуық түлегінің қолөнер туындылары қойылған. Картиналардың басым бөлігі тарихи тұлғалардың бейнелерін, отбасылық құндылықтарын насихаттайды. Лицейдің 4-ші сынып және 6-шы кәсіби дайындалған оқушылардың жұмыстары қойылып тұр. Жалпы тақырыптар бұл залда майлы станоктық жұмыстар, майлы бояу техникасы, композиция, мүсін және кіші залда қолданбалы өнер туындылары қойылып тұр. Күніге енді қаланың осы қонақтары келеді, музейге келген қонақтар келеді. Жалпы көрме барлығына ашық. Сондай-ақ көрмеден қолөнерден жасалған жұмыстарды да көре аласыз. Оның ішінде ши тоқу, киіз басу өнерінің бұйымдары өзінің нәзіктігімен, күрделілігімен ерекшеленеді. Айтпақшы, сурет көрмесі маусымның соңына дейін жалғасады. Нұрболат Қуантайұлы, Досжан Жасланов, Ақтөбе телеарнасы.